Енді бізде келесі тақырып ол сөйлем түрлері. Кәріс тілінде 4 түрлі сөйлем түрлері бар. Ол бірінші хабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем, бұйрықты сөйлем және болжау сөйлемдері. Қосымша жалпы сөйлемдердің түрінде корей сөйлем стиліне байланысты өзгеруі мүмкін. Яғни сөйлем стилі үшке бөлінеді. Ол ресми сыпайы, ол сымнида деген жалғаумен жалғанады. Ол өте формальный, яғни көп халық алдында, мысалы милицияларда немесе жаңалық айтқан кезде, жаңалықтарда, презентация жасаған кезде, конференция сияқты кездесулерде, лекцияларда қолданады сондай түрін. Және де келесі ол бейресми, бірақ сыпайы, ол айо, ойо, яғни ол жалпы күнделікті өмірде қолданатын сыпайы түрі, сөйлеу мәнері. Бұл ресми сыпайыға қараған кезде, бұл ресми сыпайымен салыстырған кезде, жаңағы сымнидамен салыстырған кезде, бейресми сыпайы жұмсағырақ және яғни официальный ресми түрі емес та. Оны кәдімгі отбасының ішінде, достардың арасында, кәдімгі отбасының ішінде, достардың арасында қолдансаңыздар болады. Немесе жақын танысыңыз болса, сол айо, ойоны қолдансаңыздар болады. Жалпы ресми сыпайы түрі, жаңа ымнида, сымнида деген жалғаулар, ол 4 түрлі сөйлем бар ғой, жаңа хабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем, болжаулы сөйлем, бұйрықты сөйлем. Сол 4-еуінде 4 түрлі болып өзгереді. Яғни 4 түрлі формада келеді. Ал ана айо, ойо, яғни бейресми сыпайы түрі, ол 4-еуінде де бірдей. Қазір оны мысалмен келтіреміз. Бұл стильде сөйлем түрі ситуация және интонацияға байланысты анықталады. Сондықтан бейресми сыпайы түрі, яғни айо, ойо, ол оңайырақ. Енді бірінші біз хабарлы сөйлемді қарастырайық. Хабарлы сөйлем дегеніміз ол бір нәрсені түсіндірген кезде немесе сұраққа жауап берген кезде қолданатын сөйлем. Енді біз жаңағы бірінші ресми сыпайы түрін қарастырамыз. Жалпы хабарлы сөйлем кезінде ресми сыпайы түрі сымнида деген сөз түбіріне осындай жалғау жалғанады. Мысалы, чөнін хаккёе камнида, яғни мен мектепке бара жатырмын. Міне када деген, яғни бара жатырмын деген, бару деген сөзге, сөз түбіріне камнида болып жалғанып, сонда мен сыпайы түрде бұны мысалы мұғалімге, үлкен кісіге айтқан кезде чөнін хаккёе камнида деп айтамын. Чөнін баңыл мұқсымнида, яғни мен нан жеп жатырмын. Яғни осылай бір үлкен кісіге сыпайы түрде жеткізген кезде, ресми, яғни официальный түрде жеткізген кезде осылай айтасыз. Енді бізде келесі ол informal, яғни жаңағы бейресми сыпайы түрі, яғни айо, ойоны тура осы жағдайда қолданып көрейік. Ол чөнін хаккёе кайо. Мен мектепке бара жатырмын. Ол тура сол мағына, еш жері өзгерген жоқ. Просто сіз сыпайылық дәрежесін былайша айтқанда өзгерттіңіз. Мысалы, жаңада өте бір ресми, мысалы, жаңалықтарда немесе көп адам халықтың алдында бір отчет беретін кезде сондай қолданатын сөздер, қолданатын түрі. Чонын баңыл могойо. Мен нанды жеп жатырмын. Кәдімгі тура сол мағына. Енді бұл келесі сұраулы сөйлемдерді қарастырайық. Сұраулы сөйлем дегеніміз аты айтып тұрғандай бір сұрақ қойған кезде қолданатын сөйлемдер. Енді жаңағы ресми сыпайы түрі, міне көрдіңіздер ме, сөйлемде 4 түрлі болып келеді дедік қой, міне мына жерде уже өзгеріп кетті. Сұраулы сөйлемде бұл сымника, яғни солай біреуден сұраған кезде, бір ресми түрде, сыпайы түрде сұрағыңыз келгенде осылай өзгереді. Мысалы, хаккёе камника, яғни мектепке бара жатырсыз ба? Яғни ресми, сыпайы түрде сіз мектепке бара жатырсыз, мысалы, профессорға сіз мектепке бара жатырсыз ба деп сұраған кезде, осылай камника, яғни ымнида, сымнида еді ғой, енді сол ымника, сымника болып өзгеріп кетті. Енді баңыл моксымника, сіз нан жейсіз бе? Мысалы, біз кафеняға кірдіңіз, сол жерде сізден жаңағы қызмет көрсетіп тұрған кісі, яғни сіз клиент болғандықтан сыпайы түрде, ресми түрде танымайтын адам болған кезде айтады, баңыл моксымника, сіз нан жейсіз ба деген сияқты. Енді бейресми сыпайы түрі жаңа айо, ойоны айтайық. Бұл айо, ойо деген тура солай қолданады. Жаңа 4 сөйлемде де бірдей деп қолданады деп айттық қой.
Енді бұл жерде мысалы айо ойоның формасы өзгермесе, біз оның сұрақ екенін қалай түсінеміз дейсіздер ғой. Мысалы енді мника деген кезде ол сразу түсінесіздер, уже сұрақ екенін. Өйткені ол өзі сондай тек қана сұрақ қойған кезде ғана бұл қолданылады. Ал айо ойо ол төрт сөйлемде де бірдей болып келсе, оны сұрақ па, или ол хабарлап айтып жатыр ма, или ол болжап айтып жатыр ма, қайдан білеміз деп айтатын болсаңыздар, онда біз интонацияға қараймыз. Яғни 학교에 가요 деп сұрайтын болсам, сұрақ қойып тұр ғой, сен мектепке бара жатсың ба деген сияқты. Сондай интонацияны жоғарылап, егер сізде сұрақ қоятын болсаңыз, интонацияны жоғарылатып айтыңыз. Өйткені 학교에 가요 деп айтсаңыз, сіз сұрақ қойып тұрсыз ба, или шынымен мектепке бара жатырмын деген айтып тұрсыз ба, енді ажырата алмайсың ғой. Сондықтан интонациямен жұмыс істейміз бұл жерде. Маңыл 먹어요, сен нанды жеп жатсың ба, яғни немесе мен нанды жеп жаттым дегенде маңыл 먹어요. Көрдіңіздер ме, екеуі бірдей да, бірақ соны интонациямен ажыратасыздар. Енді үшінші сөйлем түріне келсек, ол бізде яғни бұйрықты сөйлем. Бұйрықты сөйлем дегеніміз ол біреуге жаңағындай сұраған кезде, немесе бір кеңес айтқан кезде қолданатын сөйлемдер. Бұл енді бірінші біз жаңағы әрқашанда снida, яғни сыпайы ресми түрін қарастырайық. Бұл жерде міне өзгеріп кетті уже. Шипшо, яғни шипшо деп осындай түрге өзгеріп кетті. Кончеге сышипшо. Дәптерге жазыңызшы. Дәптерге жазыңыз, яғни соның ресми сыпайы түрде, яғни бұндай бір емтиханда мұғалімдер немесе жаңағы инспекторлар бүкіл көп оқушыларға немесе көп яғни кандидаттарға айтқан кезде кончеге сышипшо деп айтады. Немесе 책을 읽으십시오, яғни кітапты оқыңыздаршы, кітапты оқыңызшы деген. Енді осыны бейресми түрін қарастырып көрейік. Бейресми түрде жалпы бұл бұйрықты сөйлемдер қалай өзгеретінін қарастырайық. Ол кәдімгі тура басқа сөйлемдердегі сияқты йомен бітеді, бірақ бұл жерде кішкене сәл өзгереді. Яғни ысеё деген сөзбен өзгереді. Яғни айо ойо емес, ысеё дегенді қолданамыз. Өйткені бұл енді бұйрық, бұл сөйлемнің түрі өзі. Бір нәрсені істеңізші, бір нәрсе сұрап тұр ғой, енді мынаны жасап беріңізші, мынандай мынаны кітапты оқыңызшы деген сияқты айту, яғни ресми түрде сізге бұйрық беріп тұр деген сияқты ғой. Сондықтан сеё деген, сеё деген формасын қолданамыз, яғни кончеге 쓰세요, дәптерге жазыңыз. 책을 읽으세요, кітапты оқыңыз. Яғни осылай бізде бейресми сыпайы түрі. Болымды сөйлемде бізде жалпы бұл сөйлем мысалы біреуге кеңес айтып, немесе біреудің кеңесіне келісіп жатқан кездегі қолданатын сөйлемдер. Яғни бұл жерде ресми және сыпайы түрін қолданатын болсақ, немесе біреуге мысалы кеңес, немесе бір жаққа барайықшы деген сияқты нәрсені деп айтатын сол мағынада ғой. Соны қолданатын кезде, яғни ресми сыпайы түрі общида деген, яғни общида деген формаға ауысады, яғни жалғауға ауысады. Общида деген ол сізден кішкене жасырақ, немесе сізбен жасты адамға қолданылады. Ол енді сізден үлкен адамға олай сіз айтқаныңыз дұрыс емес болады, қолдана алмайсыз. Сонымен қатар бұл егер де сіз үлкен кісіге, жаңа профессорға осылай айтатын болсаңыз, мына жаққа барайықшы деген сияқты, немесе мына жаққа оқиықшы, мынаны істейікші деген сияқты ол айтатын болсаңыз, онда ол этикетке жатпайды, яғни сізді тәрбиесіз, мәнерсіз деп айтады. Сондықтан бұны сіз өзіңізбен жас немесе кіші адамдарға қолданасыз. Оны бірінші көрейік. 11시에 만납시다. 11-де кездесейік. 여기에서 점심을 먹읍시다. Тамақты осында жейікші деген сияқты ғой, осы сөйлем. Енді бізде informal polite, яғни бейресми сыпайы түрін, яғни айо ойоны қолданып осы сөйлемді жасасақ, ол тура осы формада келеді. Басқа сөйлемдердегідей, яғни 11시에 만나요. 11-де кездесейік. 여기에서 점심을 먹어요. Осы түскі асты осы жерде жейік деген сияқты. Енді мына жерде қарап тұрсаңыздар, мынау стрелкамен сіздерге интонацияларды көрсеткен, яғни екі сыпайы түрді көрсеткен, біреу ресми сыпайы түр, біреу бейресми сыпайы түр. Міне, бірінші хабарлы сөйлемде камнида деп айтамыз. Одан кейін сұраулы сөйлемде камника, яғни интонацияны жоғарылатамыз, сұрақ қойып жатқанымызды білдіріп. Яғни одан кейін жүріңіз, келесі сөйлемде кашипшио
жүрүнүшү. Одан кейін яғни сіз біреуге ұсыныс тастап жатқан кезде капшида барайықшы. Енді мынау бейресми сыпайы түрде қарастырсақ, кайо міне төрт сөйлемнің үшеуінде бірдей. Енді біз қалай ажыратамыз оның сөйлемін? Хабарлы сөйлемде сіз интонацияңызды түсіресіз. Кайо, яғни мен бара жатырмын. Ал сұраулы сөйлемде сіз интонацияны наоборот жоғарылатасыз. Кайо, яғни барамыз ба, немесе барайық па деген сияқты. Одан кейін бұйрықты сөйлемде сіз қатты прям интонацияны түсіресіз. Кайо, касео, яғни барыңыз, тезірек барыңыз деген сияқты. Ал ұсыныс тастаған кезде окей, let's go, кайо деген бір интонациямен айтасыз.